Менің арманым Шинжаңда қара үзген саңлақтың иесі болу. Жоқта Мұри Қазақ автономиялы ауданында өткізілген бір рет ат бәйгесі көптеген тораптастардың назарын аударды. Әсіресе 70 жастағы атқұмар апа Рахиланың атқұмарлық әңгімесін көпшілік қызыға тілге тиек етті. Апаның ат бәйге алаңындағы сүйкімді бейнесі мен атқа деген сүйіспеншілігі адамдарды әсерлендірді. Сол кезде атқа шапқан кішкентай қыз апаның немере қызы екен. Сол кезде көптеген тораптастар, атқұмар апа, бәйгеңізді құттықтаймын. Біз сізге өздігімізден қаржы топтап, іле тұлпарын сатып алып береміз деп лебіз қалдырысты. Апамның арқасында жасынан жылқы құмар болғамын. Апамда жаңа түнгі құрылғаннан кейін бірінші ұрпақ чабандоз, мен төртінші ұрпақ чабандозбын. Дәуір ұқсамағаннан кейін жарысқа, шабандозға және атқа қойылатын талап та өзгеріп келеді. Алайда атқұмар апа Рахиланың ат бәйгесіне деген қызғындылығы ешқашан басылмапты. Атамекені Мұри сахарасында өткізілген үлкенді кішілі ат бәйгесі қимылдарында ол жасы ең үлкен жарысқа қатынасушы әрі бірден бір әйел атбегі ретінде қатынасып келеді екен. Менің арманым Шинжаңдағы қара үзген саңлақтың иесі болу. Ат бәйгесі бір түрлі күрес рухы, адамға алға басатын күш-қуат сыйлайды. Мен ат бәйгесі арқылы ауылымның көркем көрінісі мен ерекше ұлттық салт санасын үгіттеп, ауылымның дамуына үлес қосам.